Буындар. Слоги. Қазақ тілінде буынның 3 түрі бар. В казахском языке есть 3 вида слога. Олар они: ашық буын, открытый слог, тұйық буын, полузакрытый слог, және бітеу буын и закрытый слог. Енді сіздермен буындардың бөлінуін сызба ретінде қарастырып көрейік. Давайте попробуем рассмотреть с вами деление слогов в виде схемы. Дауысты дыбыстарды А әрпімен белгілейік. Давайте отметим гласные звуки с помощью буквы А. Ал дауыссыз дыбыстарды В әрпі ретінде белгілейік. А согласные звуки изобразим в виде буквы В. Сонымен бірінші түрі. Итак, первый вид – ашық буын, открытый слог. Сызбасы А, В, А. Схема А, В, А. Ашық буын бір дауыстыдан тұрады, немесе дауыссыздан басталады, және дауыстыға аяқталады. Итак, открытый слог состоит из одной гласной или же начинается с согласной, но заканчивается на гласный звук. Мысалы, например, А-на – мать, А-па – бабушка, А-та – дедушка, Ә-ке – отец, А-ға – брат или дядя, Ба-ла – ребенок, Не-ме-ре – внук или внучка. Екінші түрі тұйық буын. Второй вид – полузакрытый слог. Сызбасы схема АВ, АВВ. Екі немесе үш дыбыстан құралып, және дауысты дыбыстан басталып, бір немесе екі дауыссыз дыбысқа аяқталған буын. То есть это вид слога, который начинается с гласного звука, но заканчивается на одну согласную или на две согласные. Мысалы, например, от – огонь, ат – лошадь, ант – клятва, ұлт – нация. Және де соңғы үшінші түрі бітеу буын. И третий вид – это закрытый слог. Сызбасы ВАВ немесе ВАВВ. Ортасы дауысты дыбыс болып, екі жағы дауыссызбен келген үш не төрт дыбысты буын. То есть это вид слога, который начинается с согласной, в середине которой всегда гласный звук, в конце согласный. Один или два согласных звука. Мысалы, например, мал – скот, құс – птица, төрт – 4, салт – обычай. Осымен дауысты дыбыстар, дауыссыз дыбыстар, буынның түрлері туралы сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Так, наш урок о гласных звуках, о согласных звуках и о видах слога завершен. Благодарю вас за внимание.